Ассалаумағалейкум, құрметті мұсылман бауырлар, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен сіздерге бүгін қайтыс болған ер кісіге арналған кебін үлгісін көрсетемін. Каналға тіркеліңіздер, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бір жерде ақ көз дейді, бір жерде ақырет киімі дейді, бір жерде кебін дейді, әртүрлі атауы бар. Енді біз бұл тақырыпта кебін деп айтамыз. Ер адамның кебіні үшеу болады. Яғни киімі үшеу болады. Біріншісі лифафа, сыртындағысы. Екіншісі оның ішіндегісі изар деп айтылады. Одан кейінгісі, яғни көйлегі камис деп айтылады. Осы үш киімнен тұрады. Енді сіздерге соны сүннет бойынша ер адамды қалай кебіндеу керек, соның үлгісін көрсетеміз. Кебінге арналған матаның ендісі болады, енсізі болады. Біз сіздерге осы видеода кебін матаның енсізін қалай дайындау керек екенін көрсетеміз. Алдымен адамның бойына ықшамдап қиып аламыз. Басынан 40 сантиметр артық, аяғынан 40 сантиметр артық қиып аламыз да, сондай матадан екеу шығарамыз. Сосын оны бір-бірінің үстіне өлшеп жайып, екеуін бірдей болғаннан кейін енсіз матаны бір шетінен қиып аламыз. Сосын оны қиып алғаннан кейін әр жерден пышақпен немесе қайшымен тесіп шығамыз. Сол қиып алған жерді жіп құсатып өткізіп айналдыра тігеміз. Матаның өзінің матасына тігеміз. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Міне сондайдан екі мата шығарамыз, яғни лифафа мен содан кейінгісі изар. Тура екеуі бірдей, екеуін де солай тігіп шығамыз да бір-бірінің үстіне жайып қоямыз. Енді үшіншісі бізде камис, яғни көйлегі. Көйлегін иығынан бастап тізесінен төмен түсетіндей дәрежеде өлшеп аламыз да, оны екі бүктеп, бір ұшынан қайшымен шағын ғана қиып аламыз. Міне осы камис бізде енді дайын. Оны сол үшінші көйлек ретінде төсеп, екі шетінен кішкене ғана басы сыю үшін кішкене қайшымен кеңейтеміз, қиып кеңейтеміз. Сонымен камис көйлегі де дайын. Енді мәйітті қалай жатқызамыз? Мәйітті жатқызғанда бір шетінен түреміз, камистің бір шетінен түріп, оны сол басына ыңғайлы жеріне, басына сиятындай жерге мәйітті жатқызып, камисті қайтадан үстіне жабамыз. Онан соң басқа да сүлгісі, яғни жаңағы әурет жеріне жабатын матасы, соларды ретімен қиып аламыз. قل هو الذي أنشأ
Сосын матаның үш жерден буатын жері бар. Яғни сол матадан алып бас жағына, беліне және ортасынан буатын маталарды қиып аламыз. Яғни буып үш бума. Яғни басынан буамыз. Біріншіден оны жабамыз. Ер адамдардың жабуы бойынша оң жақтан, бірінші оң жақтан бастайды, содан кейін сол жақ жабылады. Ішінде қамис қалды, сыртынан изарын жаптық. Енді лифафасында тура солай жабамыз. Яғни оң жақтан бастап, бірінші оң жақ жабылады, содан кейін сол жақ жабылады. Тура ер адамның киіміндей. Басынан бір буамыз, аяғынан бір буамыз, сосын ортан белінен матаны ұзындау қылып, орта белінен бір буамыз. Ер адамға арналған ақирет киімі дайын, құрметті мұсылман бауырлар. Ғұламалар айтады ғой, қандай үйде тұрсаң да тұр, қандай үйде тұрсаң да, қандай зәулім үйде тұрсаң да, бірақ мәңгілік тұратын жеріңді ұмытпа, ғасырлар бойы тұратын жеріңді ұмытпа. Ол қабір деді. Қандай көлік мінсең де, соңғы көлігіңді ұмытпа деді. Ол табыт. Қандай киім кисең де, соңғы киіміңді ұмытпа. Ол кебін. Құрметті мұсылман бауырлар, осы каналым ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Алда әлі қызықты пайдалы кеңестер, діни рәсімдер және де каналымнан ислам дінінің қыр-сырын біле аласыздар. Ислам дінінің фарыздарын, сүннеттерін, шарттарын, пайдалы діни кеңестер, Құран, ғибратты уағыздар тыңдай аласыздар. Каналыма ол үшін тіркеліп қойыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.